Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы Талғар медициналық колледжінің биология пәнінің оқытушысы Кудикова Тоғжан Бірлікқызы. 1-ші курс. Сабақтың тақырыбы: тамақ өнімдерінің дәрумендері, ферменттері мен дәрілердің микробиологиялық өндіру. Сабақтың мақсаты: білімділік студенттерге тамақ өнімдерін, дәрумендерді, ферменттер мен дәрілерді микробиологиялық өндіру жайлы жалпы білім беру. Дәрумендер. Дәрумендерді зерттейтін ілім витаминология деп атайды. Дәрумендердің көбісі коферменттер болып табылады. Дәрумендердің көпшілігі ферменттердің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Ағзада үздіксіз жүріп жататын химиялық реакциялар, мысалы, ішкен тағамның, мал азығының ыдырап қорытылуы ферменттердің қызметіне байланысты. Тағамның құрамында дәрумендер жеткіліксіз болса, адам әртүрлі ауруларға шалдығады. А дәрумені: ретинол. Ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұра алатын әрекет арттырады. А дәрумені шаштың, тырнақтың өсуі мен терідегі жасушалардың мүйізденуіне әсер етеді. Ол жетіспегенде тері құрғап, жарылып, түсі күңгірттенеді. Май бездерінің құрамы өзгереді. Көздің қасақ қабығы бұзылады. Түнде нашар көреді. Бұл ауруды ақшаш соқыр, куриная слепота деп атайды. А дәрумені сүтте, жұмыртқаның сарысында көп болады. Өсімдіктердің қызыл, сары жемістерінде, сәбізде, қызанақта, өрікте, асқабақта кездеседі. С дәрумені: аскорбин қышқылы. Ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алатын әрекетін арттырады. Сүйекке және тіске беріктік қасиет береді. С дәрумені биологиялық тоттығу кезінде зиянды заттарды түзілуін тежейді. Ол қарсы денелерді түзетін ферменттерінің құрамына кіреді. Терідегі қан тамырлардың қабырғасының бөлінуіне де кедергі жасайды. С дәрумені жетіспеген жағдайда ағза тез шаршайды, сілемейлі қабықшалары қабынады, қызылмен қан талайды. Бұл дәрумен ұзақ уақыт жетіспесе, адам қауіпті құрқылақ цинга ауруына шалдығады. Адам ағзасының С дәруменін түзбейтіндіктен тамақпен бірге қабылдау керек. С дәрумені ағзаға қыс пен көктем айларында көбірек қажет. Жаңа піскен көкөністер, жемістер және тұздалған орама жапырақ құрамында көбірек кездеседі. Әсіресе ит мұрынның, қарақаттың құрамында мол болады. Осылайша біздің ағзамызға қажеттілігін білдік. Ферментация. Ферментация кезеңі. 3-ші кезең ферментация кезеңі. Бұнда дайын өнім қалыптасады. Бұл кезеңде микробиологиялық өзгерістер жүреді. Яғни қоректік ортаның компоненттері алдымен биомассаға қажет болған жағдайда дайын метаболитке айналады. Ферментациялы процестерді іске асыру үшін қажетті 3 объект. 1. Микроорганизмдердің таза дақылы. 2. Көп компонентті қоректік орта. 3. Технологиялық орама және биореакторларды автоматты басқару блогы. Биотехнология негізгі объектісі тірі жасушалар, атап айтқанда жануар, өсімдік тектес жасушалар және микробтар.
немесе олардың биологиялық белсенді метаболиттері. Биотехнология дегеніміз адамға қажетті өнімдерді биологиялық объектілердің көмегімен өндіру. Бұл ретте микроорганизмдер мен өсімдіктер және жануарлардың жасушалары, жасуша органоидтері немесе биологиялық белсенді молекулалар қолданылады. Генетикалық немесе ген инженериясы. Генетика мен молекулалық биологияның қол жеткен табыстарының негізінде қалыптасқан биология ғылымының жаңа бір саласы. Бұл ғылымның мақсаты тәжірибесі мен теория үшін қажетті бұрын тірі табиғатта болмаған жаңа генетикалық бағдарламаларды жасау. Фармацевтикада, тағам өнеркәсібінде, қоршаған ортада, тағы басқа жағдайларда қолданылады. Бекітуге арналған сұрақтар. 1. Қай дәрмен, қай тағамда бар? 2. Денсаулыққа пайдалы 12 тағам. 3. Биотехнология және оның негізгі бағыттары. 4. Микробиологияның өнеркәсіпте маңызы қандай?